Ештеңе сезбеймін, бірақ бәрібір қиналам. Шипасы жоқ деген мүмкін емес қой. Міне, ең мақты дәрі осы. Бұл жағына келгенде бәріміз ауруымыз. Мен сізден де қатты ауыратын шығармын онда. Айтпақшы, бұрыннан сұрағым келіп жүреді. Сіз әлгі әйелдермен деймді? Әлгі нет аласыз ба? Қалай өзі жалпы? Үйреніп кету керек. Нақтырақ, нет аласыз ба жоқ па? Нақтырақ айтатын болсам, хабарыңыз бар ма жоқ па? Бірақ мен мойыннан бастап аяғымның ұшына дейін ештеңе сезбеймін. Яғни жоқ деген сөз ғой. Бәрі соншалықты оңай емес. Бұлай дейін, болады, бірақ бәрі маған байланысты емес. Дегенмен мен де рахаттана аламын. Қалай сонда? Тіпті елестете алмайсыз. Жоқ, елестете алмаймын. Қалай? Айтыңызшы. Мысалы, құлақ арқылы. Қалай құлақ арқылы? Құлақ өте сезімтал эрогенді аймақ. Құлағыңызды аймалағанды жақсы көресіз бе? Ондайды білмеппін де. Филипп? Тартып жіберіңіз. Жақсы болып қаласыз. Бұл не тағы? Бұдан сорақсы бола қоймас. Шегіңіз. Көбірек жұтыңыз, тағы. Ақырын, маған қалдырыңыз. Тағы. Тағы бола ма? Бүгінге жетер. Кешіріңіз, мен тағы өзімдікіне көштім, бірақ әлгі құлақ жөнінде қызығып өліп барам. Сіз рас рахаттанасыз ба, яғни құлағыңыз қызарып кетсе еліріп тұрсыз деген сөз бе? Дәл солай. Сосын таңертең тұрғанда құлағым ісіп тұратын кездерде болады. Екі құлағыңызда ма? Екеуде. Мен әйел Марисамен студент кезде таныстым. Сұңғақ бойлы, сымбаты келісті, көзі күлімдеп тұратын. Суреттерін көргем. Сары шашты келіншек пе? Әдемі. Біз керемет кездерді бастан кешірдік. Сізге де бір рет болсын сондай сәттерді өткеруді тілеймін. Оны құлай сүйдім. Жан тәніммен сүйдім.